Қымбатты көрермен, Чарли Чаплин 28 жасында американдық Мылқау фильмінің ең бай әртісі атанды. Біздің жігіттер өкінішке орай бай алмайды олай, себебі біздің жігіттер сахнаға шықса үндемей тұра алмайды. Біздің келесі айдарымыз Азақ фильм. Азақ фильм айдарының авторы толықтай сценарийді жүргізетін және де қазір оқып жігіттерді таң қалдыратын Эльдар Жұмағалиев. Сценарийді осы ғана біледі. Ал қалған резиденттер үшін бұл сценарий жұмбақ және де осы сценарийді ойнататын осы резиденттеріміз. Эльдардың сценарийін ойнататын осы жігіттер. Жігіттерге қаттырақ қолдау, қошемет көрсетіп отырыңыздар. Азақ фильм айдары, кеттік! Бүгін бізде Болливуд фильмі, үндістандық махаббат жайлы. Бірінші сахна, Калькутта қаласында Нұрсұлтанита деген қыз өмір сүреді. Нұрсұлтанита деген қыз өмір сүреді. Как будто ма, Калькутта ма? Ол үндістандық блогер. Нұрсұлтанита көшеде келе жатып өз оқырмандарына Индияда өмір сүргенін плюстарын айтып сторис түсіреді. Дерскилар қалайсыңдар? Плюстарын айтып, адам түсінетіндей. Плюстары? Индияда тұрғанын. Бұл жерде сиырлар өте күшті, андай құрметті болып жүреді малдар. Малдарды құрметтейді бұл жерде келіндер. Сол кезде Нұрсұлтанитаның алдынан Үндістанның сымбатты жігіті Азат Хун шығады. Азат Хун Нұрсұлтанитаны бір көргеннен сүйіп қалады. Азат Хун сезімін бимен білдіреді. Бірден ба не? Мен ондай қыз емеспін. Мен бүйтсем. Мен Үндістаннан Абу-Бан дейтімін. Мен балахон шауылар келем. Нұрсұлтанита биді түсінбей қалып Қазақстан даусындағы жюри сияқты Азат Хунды сынап тастайды. Қалай, өнерім қалай? Кішкене тональность жетпейді. Үйде қалып қойды тональность. Үстіңе биің жараспайды. Бас енді мынау әдем басталды енді мынау. Одан кейін кішкене қалған движениелері үйлеспей қалды да, мен ойладым, мен бір жарты сағатта бейт тұрса екен деп ойладым да. Тұрсамыз. Құрт жердің бәрін енді. Нормально. Құрт бар. Осы кезде Азат Хун үйленгісі келетін болмайтын намектермен жеткізеді. Мен қалай түсіндірсем болады? Мен қалай түсіндірсем болады? Жалпы көп бала жылаған қалай үйде. Нұрсұлтанита өзін атастырылып қойғанын өзбекше жеткізеді. Индис қыз өзбекше жеткізе ма? Өзбек деп жазып тұр ма? Мына жерде көрейш? Сән біләсің ма? Мәні өзімні ерім бар, біләсің ма? Сән білмейсің. Боқтама. Өзбекпен индис митс. Нема deyapti? Qo'ysa. Boshingga pulopdan uni urib yuberaman, Samson. Betingga Samsonni yopishtirib jiberaman. Mana. Durs aytibdi. Shashlikni tiqib olaman. Bo'ldi. Tushunaymi? Mani otashtirib qo'ygan, mani erim bor. Sen meni tegmaysan. Осы кезде Нұрсұлтанитаның әкесі Нурбулин кіріп келеді. Нурбулин? Көкірегіңді ашып келсей? Алды. Нурбулин көрінбейтін жылқымен келеді. Нурбулин жылқыдан ерекше секіріп түседі. Мынау кім? Маған үйленейін деп жатқан жігіт. Сен бірінші маған үйленіп алып жекітсің. Нұрсұлтанита әкесін көріп барынша қорыққанын білдіртпес үшін басқа әңгімеге тартады. Не, кеше... Бере! Жоқ, қарсай, кеше біреулер сиырды соямыз дейді. Бізде білесің ғой, сиырды қалай қадірлейтінімізді. Соны соямыз деп жатыр біреулер.
иә андай тушенка істейміз дей ма бір бәле деп. Орнынан мынаны соямыз. Азатхун барынша красавчик болып көрініп қалу үшін осыған дейін істеген ерліктерін айтады. Мен кеше бір сиыр сойып тастадым. Мен суға батып баратқан су не тасты құтқарып қалдым бір рет. Красавчик. Мен отқа жанып тұрған отты сөндірдім, отты. Красавчик. Сосын бір қызға айттым привет деп. Әкесі Азатхун қызын атып қалғанын түсініп, оған Нұрсұлтанита ұнамай қалу үшін кішкентай кездегі бір оқиғасын айтып береді. Ей, сен білесің бе? Білем. Бұл қыз ішеді еще. Без разницы маған. Мына біздің Индияда сиырды жейтін жалғыз адам осы. Без разницы маған. Көне берсін. Тағы қандайың бар еді сен? Азатхун жақсы көрген соншалық сол айтқан оқиғалардың плюсын айтып береді. Жаңа айтып тұрсыз ғой сіз ішеді деп. Мен де ішемін не? Бірге ішеміз екеуміз. Осымен бірінші сахна аяқталды. Рахмет. Екінші сахна Калькутта қаласының көшелерінде Азатхунның екі досы отырады. Ол Елджун мен Есхут. Рахмет, Елхун. Елджун мен Есхут онша емес би шығарып жатады. Андай қараш. Опа! Онша емес бейім мынау. Тоқтай алмай қалды. Аяқ жасамай қалды. Сол кезде Азатхун келіп достарынан міндетсініп көмек сұрайды. Рахмет, қалай жаңа би? Нормально, жақсы соны тиктокқа түсіріп жібересің. Маған көмек керек. Алдында да мен сендерге білет көмек түскен жоқпын ба? Онша емес би шығарысып. Көмектесіңдер маған. Давай. Конкретно екеуің екі жақта отырсыңдар ғой. Шығарып жатқан билерің де жоқ, қарап тұрсаң. Азатхун қызды өзіне алу үшін тез баю керек екенін түсіндіреді. Так, жігіттер, мен қызды өзіме алуым керек. Сол себепті мен каким-то образом тез байып кетуім керек, білмеймін. Бір қандай идея бар мысалы екеуің. Блогерлердің курсын сатып алшы, солар байысың дейді, соны алсаң. Маған кәдімгі адал баю керек, адал. Адал. Достойный баю керек. Онша емес бизнестер ұсынады достары. Қандай бизнес бар мысалы? Елхун. Құмырсқа сатшы, құмырсқа. Құмырсқа так. Сосын саған бар ғой 5 литр су алып бар ғой, өзен ашып та керек қой, өзен. 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 Құмырсқа өзен. Так. Қандай бар? Сосын бар ғой. Сосын плит асыра шеш, плит. Плит. Жамылатын плит бар ғой, соны асыра. Бот. Азатхун Болмай жатса PlayStation ғой енді. Болмай жатса PlayStation. Азатхун достары ренжітпес үшін олардың көмегі керек емес екенін намекпен жеткізеді. Давай, сондай бизнестерді ашып тастайық, давай. Иә. Оны не істейсің оны бірақ? Құмырсқа ертең бас тастайды біреулер оны. Иә. Плет дейсің, плетке тамақ оқуына түсіруің керек оны. Ертең мысалы ана жақ оқимын, мына жақ оқимын дейді ол мысалға. Өзен аш дейді мысалға, Ганга өзені тұр анау шеріп жатыр мысалға. В общем айтқан кезде көмектерің керек емес маған. Хорошо, өзіміз ашып аламыз. Осымен екінші сахна аяқталды. Рахмет. Қайтасыздар. Үшінші сахна Нұрсұлтанита мен әкесі үйінде атастырылып қойған жігітті күтіп отырады. Нұрсұлтанита осы кезде өз әкесіне пацан сияқты обидаларын айтады. Дұрыс емес қой енді анаңқы. Анаңқы дұрыс емес қой енді. Кімдікі? Екі мужик келіп кетті маған. Біреуін не қылайын да енді? Біреуін. Екеуі қайсың мен? Өзіңдікі келеді қазір. Енді екеуіне де тұрмысқа шықпайды жар. Осы кезде атастырылып қойған жігіт Бексул Жаш келеді. Міне келді. Міне. Бексул Жас. Бұның бір ерекшелігі. Мына Чеченстаннан Индияға дейін былай жаяу келе жатыр міне. Тек қырымен. Бексул Жас, Бексултан дей берейікші қача болсын. Бексул Жаштың бір ерекшелігі тек қана ұйқаспен сөйлейді. Бексул Жашын келіп қапшын, сені алшын, үйленіп жатсың. Раунд. Үйлен жатсың, жетісіп қапсың. Раунд. Нұрсұлтанита туып апсың. Қуатсың. О, мынау раунд. Нұрсұлтанита жігітті жақсы танып алу үшін жылқышыбай сияқты сұрақтар қояды. Сіз өмірде өзіңізді далбаса нәрселермен айналысады деп ойламайсыз ба өзіңізді? Мен өмірде негіз бар ол, бар.
қанша бердіңіз? Мен бұлай сұхбаттарыңа кедергі жасап отқан жоқпын ба? Камерама түсірейін. Әкесі Бастай осы берме. кезде қуанып, қызы мен күйеу баласына онша емес тілектер айтады. Ал қызым, күйеу бала, өскесін бұйырса сиыр сияқты болыңдар. Мүйізі бар, иә. Мүйізі бар, жоғы бар. Бұқаланбайық да. Жыландарың көп болсын асырайтын. Өмірде ең бастысы бір-біріңе PlayStation ойнап үйретіңдер. Тілек айтып жатқан кезде кенеттен Азат Хун кіріп келіп Нұрсұлтанитаның маңдайындағы қызыл точканы снайпердің прицел деп ойлап қалып, жоқ деп секіреді. Сол үшін сендерге кіріп тілерім. келдің. Сол үшін сендерге тілерім. Секіріп жерге құлайды. Мынау кім? Құлаймыз ғой. Иә, мен жоқ, сен құлайын ба? құлайсың ғой, иә. Нұрсұлтанита Азат Хунның құлағанын көріп, сөзбен ғана көмектеседі. Ей, тұр. Мынау кім? Мен ана ақшасын бердім ғой, болды, алып кету керек мына қызды. Мынау кім та? Осы кезде Өзінде тілі бар ғой, өзінен сұра шеш. Мен үндіспін, мың өліп, мың тірілген. Бексұлжаш бәрін түсініп, Азат Хун мен индийский кинодағыдай тигізбей дауыс бете сөйлеседі. Тұрып төбелесі. Нежданчик, бэйби! Ыдыш. Неге сен салматсың? Өзімізден саламыз ғой. Жоқ, үйретіп алып. Просто біздер 3D қылып қарайық деп едік қой. Жоқ, мен сен пока тайып жатсың. Екке бір гүдіш. Қайната, жабыла, шакал жейміз. Нурбуллин төбелес тоқтату үшін әйелдер сияқты кипиш көтереді. Тоқтаңдар! Не сұмдық мынау? Полиция! Осы кезде Нұрсұлтанита Бексұлжашты нежданчик жерден нежданчик жермен ұрады. Манаға жер ғой. Мана мен тепкен жер. Полиция! Ол жерде тоқтатып атың ғой. Кигіз жерсің. Ұр жерді міне. Нежданчик ұрды. Әкесі қызына Азат Хунға үйлене бер деп через не хочу айтады. Ала, үйлене. Бара өне ба, екеуін бара өне. Осы кезде бәрі қуанып, индийский өлеңге бірдей билеп кетеді. Нет ничего невозможного. Если ты любишь друг друга, тогда ты любишь друга. Бауырым өлең жақсы айтады екен, жүр белейік. Брат, бас ойнақ, брат. Өзі жүгірістік. Индияның ерке қызымын. Маған ғашық болған индіс жігіт. Рахмет, фильмнің соңы. Бәрекелді қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бүгінгі Азақ фильм айдарында өнер көрсеткен Нұрбол, Бексұлтан, Азамат, Исақан, Елікем, Нұрекем, және сценарий авторы Эльдар Жұмағалиев. Және де бүгінгі кештің жүргізушісі Азамат. Еркебұлан! Құрмет көрермендер, НТК арнасы ұнай шоу бағдарламасы сіздерге қатты ұнады деген сенімдеміз. Өйткені өзімізге өте қатты ұнайды. Ұнай шоу, қоштаспаймыз, қош, сау саламатты болыңыздар.